Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін Нұрекең екеуміз осы Тарға келіп, еркін форматта экспериментальді түрде сұхбаттаспақшымыз. Бұл кімге, не үшін жасап жатырмыз? Кейбір адамдардың орталары жоқ. Кеңес алатын адамы жоқ, сұрайтыны жоқ. Бәлкім бұл біздің әңгімемізден бірдеңке өздеріне ала жатар. Ешқандай да бір белгілі тақырыбымыз жоқ, арнайы сұрақтарымыз жоқ. Алшымыз қай жақтан түседі, соған қарай әңгіме кете бермек. Жолға сендер шығыңдар, жол сендерге көрінеді демекші. Және де маңызды нәрсе айтып кететін нәрсеміз ол көрердегі ниеттеріміз. Кез келген нәрседе, көргенде ғана емес, жасайтын нәрседе, баратын кезде де. Егер ниетіміз пайдалы болатын болса, міндетті түрде алып кететін пайдамыз болады. Егер ниетіміз жаңағы балағаттау, ғайбаттау, сынау болатын болса, сол ниетке байланысты алатымызда бір шама. Уысымыз, қолымыздың уысы біраз бос қайтпақ. Сондықтан әуелі ниетімізді жөндейік. Еркін форматта және әңгіме дүкен құрамыз. Өздеріңіздің рахаттарыңызға қарайсыздар. Так, бүгінгі әңгімелесетін, сұхбаттасатын бір тақырыптан айтып көрелік бастапқыға. Соңғы осы 21 ғасырдың проблемасы еркектердің қыз балалардан төмен болуы. Статус тұрғысынан да, ақша табу тұрғысынан да, жаңағы жауапкершілік тұрғысынан да деген секілді. Сол мәселенің басын ашайық. Біздің айтатынымыз бірден айтайық, 100% ақиқат, шындық, рас деген сөз емес. Өмір үйреткеніне, тәжірибемізге байланысты сүйене отырып айтамыз, міндетті түрде. Соны ескергейсіздер. Жай ой тұжырымдар. Жай ғана. Әңгімемізден бастасақ. Жалпы алаштықтардан бастайық, жөн көріп отырмын. Алаштықтар, зиялылар, осы совет өкіметінен келе жатқан бір нәрсе бар. Ол сол кездегі тұлғалардың, қазақ тұлғаларының көбінесе қалыңдық ретінде орыс өкілінің азаматшаларын алуы. Неге олай болды? Өйткені ол жердегі қазақ қыздары көбіне оқыған болмаған. Оқымайтын, немесе жаңағы үй шаруаларына көбінесе мән беретін адамдар болғаннан кейін қазақ зиялылары оқыған, тоқыған деп орыс қыздарын алатын. Енді оның мәселені 44-ші жылы алғашқы қыздарға арналған оқу орны ашылды ғой, Джемпу қазіргі. Сол кезде сол нәрсенің орнын басты. Яғни сол кезде Қаныш атамыздың да айтқаны бар, деректерде келеді. Қазақ зиялыларына барып, енді болды біз оқу орны аштық. Енді әйелдікке, қалыңдықтарыңа тұқымды құртпай, қазақтарды алыңдар деген сияқты. Сол кезде қазақ қыздары көбінесе оқуға кетті, ал ер балалар малдың артынан кеткен болады. Қазақ қыздары сол кезден бастап өсе бастады, ер балалар сол кезден бастап регресске кете бастады деп айтсақ болады. Сол нәрсені айта кету жөн көрейік. Енді қазірде мысалы коучтардың қыз балаларды дамытуға, независимый дейміз ғой, өздеріне ешкімге мұқтаж болмауға үйретіп жатқаны бір бар, ол жақсы нәрсе. Бірақ ер балаларды алдыға бастайтын, жаңағы шымшып сөйлейтін, арттарынан жел беретін, рухтарын оятатын нәрсесі болмай жатқаны. Сол сұрақ неліктен аш деген сұрақ. Қыз балалар қазіргі заманда неге ер балаларға нормально да. Мысалға мен компьютер клубым бар, балалар бар да ше, айтады. Досым компьютер клубта қазақ балалардан басқа бала жоқ дейді. Всегда сол жаққа толып отырады дейді. Ал мысалы қыз балалар кафенеда өздері жұмыс істеп, бір кісілер дамып, сондай іспен айналысады. Мысалы мен де жақында 1-2 ай бұрын ақш-қа барып қайттым да. Сол жақта конференция болды, Гарвард университетінде. Сол жақта барған қыздардың 13 адам болды, барған Қазақстаннан. 13 адамның 12-сі қыз бала. Мен ұл бала болдым. Қалай болды? Ол неліктен олай? Мысалы, неліктен аш? Қыздар, мысалы, неге барды деген секілді. Бұлар ол жаққа барғаннан бір мән-мағына көріп тұр ғой. Өзінің біліміне, шетелге шығып келгеннен бір мән-мағына көріп тұр да. Бірақ ер балдар жоқ. Сөйтіп, сол жақта не бар? Координатор Қазақстаннан барған. Қазақтарды сол жаққа барып не алған. Сол кісі арқылы ер балдарда не алған екен да. Тапсырғысы келген, тапсырған, визадан өткен, бірақ конференция келмеген. Ақшасын бәрін төлеген, конференциясын бәрін төлеген, отель төлеген, бірақ олар үшін жай виза үшін істеген екен. Сол жаққа барып, мүмкін официант болып жұмыс істер, былай жұмыс істер, білімге емес, жаңағыдай ақша табу жолында да. Бұл негізі түптен келетін нәрсе ғой. Көбінесе көрген нәрсені жасаймыз. Өте маңызды нәрсе. Біз неге қазір мысалы тарда отырмыз, неге сізбен әңгімелесіп отырмыз, неге бұндай жалпы
түсіріп жатырмыз. Жалпы адам өзі бір сәт болады, рухани тұрғыдан да болсын, физикалық тұрғыдан болсын, моральдық тұрғыдан бір орнында тұрып қалғанын сезінеді. Бір орнында тұрады, қалқып тұрады. Бірақ түптің түбінде бір орнында қалқып тұру ешқашан жоғарыға, яғни прогресске алып бармайды, регресске алып барады. Бұл жағдайдың екі ғана себебі бар, басты себебі. Біріншісі білім алу тоқтату, жаңа өзіміздің қазір айтып жатқан жағдайымызда білім алу тоқтату. Екіншісі ортамызды өзгертпеу. Осы екі жағдай в основном біздегі іштегі құлшынысты оятпайтын, бір орында тұруымызды одан соңында түптің түбінде регресске душар ететін нәрсе осы. Вот ер балдарды құртатын орта деп отырсыз, мысалға жаман орта. Ол ортаны қалай ажыратуға болады? Қайсы жақсы орта, қайсы жаман орта? Жақсы ортада қандай метод, жаман ортада қандай метод? Қай ортадан алшақ болу керек? Мен негізі мұғалімдікпен айналысқан кезде студенттеріме өзім ақыл айтамын. Көбінесе жалпы тек қана ағылшын тілінен, түрік тілінен, араб тілінен пән сабақ бермей ғана өмірлік ұстанымдарын өзгертуге, өз қалаған нәрселерден биік нәрсеге ұмтылуларын шабыттандырып тұратынымыз бар. Мұғалімнің жалпы өзі мақсаты да сол ғой. Тек қана белгілі бір аяда ғана емес, сабақ беру, жаңа білім беру, жалпылама беру. Сол кезде бір студентім маған бір нәрсе үйретті да. Не үйретті? Сөз арасында айтып қалды, Ереке, мына нәрсені түсіндім дейді. Егер ортаңызда 5 адам болды делік. 5 адамның ішінде біреуі ең үздігі. Егер сол үздік сіз болсаңыз, ол сіз қате ортада жүрсіз деген сөз да. Яғни 5 адамның ішінде ең үздігі сіз өз-өзіңізді алдап жүрсіз. Яғни қалған 4-еуіне жақсы үлгі болып жүрмін, оларға ақыл кеңес айтып жүрмін, олардың ілтипаттарына бөлініп жүрмін деген секілді. Ол өз-өзіңізді алдап жүрсіз. Яғни сіз ешкімге қарап теңдесе алмайсыз, ешкімнен жаңағы идеал ретінде көрмейсіз, ұмтылатын адамыңыз жоқ, өз-өзіңізді алдап жүрсіз. Бұл түптің түбінде жаңағы білім алуға келеді, регресске душар етеді. Яғни айтқанымыз қорытындылайтын болсақ, ортаңызда ең үздіксіз болсаңыз, қате ортада жүрсіз. Сіз ортаңызда сондай болу керексіз, ең төмен дәрежеде болатындай. Яғни келесі ортаға ауысасыз, ол жердегі адамдардың барлығы сізден көбірек ақша табады, сізден білімдірек, сізден арттағы жасап келе жатқандары істері өте ауқымды ұлы нәрселер жасап кеткен адамдар секілді. Бұл жердегі сол ескеретін нәрсеміз сол. Өз ортаңызға қарайсыз. Өз ортаңызда төменсіз, қате ортада жүрсіз. Бұл жерде сіздің проблемаңыз қазір актуалды емес сияқты. Сіз уже былай айтқанда дамып кеткенсіз ғой. Ол сіздің проблемаңыз емес. Ал бірақ дамығысы келетіндердің ше, мысалға дамығысы келеді, бірақ ортасы жібермейді. Бірдеңе кітап оқиды, либо бір әңгіме айтқысы келеді, бірақ ол ортасы түсінбейді. Либо оны жадж дейді ғой. Судить етеді мысалға. Сондай балдарға не айтасыз? Кеше бір студент жеке сабақ алуға менен қатысты курсыма. Енді жаңағыдай айтпақшыдай, мен өзім әлі мұғалім іздеп жүрмін. Осындай маған ақыл айтатын, мені тура жолға бастайтын, тек қана белгілі сұранысым бойынша білім ғана бермей, рухани түрден де жалпы жанашырым болатын мұғалім іздеп келе жатырмын да. Сондай сөз бар ғой, студент дайын болған кезде, яғни талип дейміз, білім талап етуші дайын болған кезде мұғалім келеді. Мұғалім қай кезде кетеді, тағы да студент дайын болған кезде. Яғни студент дайын болған кезде мұғалім келеді, студент дайын болған кезде мұғалім кетеді деген нәрсе бар. Бәлкім мен дайын емес шығармын дедім. Енді мен дайын емес, мен әлі мұғалім таппадым делік, жақсы. Бірақ енді бұл нәрсені мен өзімнің студенттеріме қолдана аламын да. Яғни оларға мен өз қалағанымдай мұғалім болған. Сол секілді қазір бір студентті жеке шәкірттікке алдық. Ол кісінің айтатыны мынандай. Дейді. Ереке, өмірімде бір нәрсеге ұмтылмаппын дейді. Яғни күндегі өмірмен жүріп жүрмін, түріктер айтады, geçinmek дейді. Күндегісін өмір сүру, жаңағы асы ішетін асы болса болды, баратын киетін киімі болса, баратын жер болса, сол күнде рутина ретінде қайталана береді. И бұл нәрсені айттым енді. Ештеңе ұмтылмаймын дейді. Қалай ұмтыласың деймін да? Ұмтылатын нәрсең жоқ қой. Оны көрмегенсің. Ана ұстаздарымыздың айтатыны бар еді ғой. Ауылдан шықпағанның өзінің ақыл ауласынан аспайды деген нәрсе. Тура осы нәрсе да. Яғни көретін нәрсең болмағаннан кейін ұмтылатын нәрсең де жоқ. Сол үшін бірінші өзіңді жаңағы өзіңнен жоғары биік тұлғалардың іс бітіріп жүрген адамдардың жанына тартуыңыз керек. Бұл бірінші ақыл. Бірінші ақылымыз. Екіншісі. Негіз барлығы осының аясында құрылады.
өзіңіздің ортаңызды бірден өзгертесіз, ертең сұрақ қойып бастайсыз өзіңізге, мен не істеп жүрмін деп. Кеше жиын жасадық мысалы, Түркістанда, Түркиядан келдік, бір жыл оқып. Студенттер жиын жасаңыз, сізбен кездесейік, сізбен жеке сұхбат алсақ бола ма, кеңесіңізді алайық деп. Барлығына уақыт бөлетіндей уақытымыз болмады, жеке бөлісетіндей. Оған кішкене өзіміздің алатын біліміміз бар. Мына жақта Қазақстаннан жасап келген жоспарларымыз бар. Сондықтан жеке-жеке кездеспейік, оданша бірден ортақ баршасын шақырып жіберетіндей бір кешкі ас жасайық дедік, ұйымдастырдық. Барлығының сұрағы сол. Ортаны қалай өзгертеміз, не істейміз деген сияқты. Ол ортаны кешкі асты жасауымыздағы мақсат та сол еді. Бір-біріне аш болып жүрген ақпараттарын рухани болсын, материалдық тұрдан болсын, медициналық тұрдан, тілден болсын, сұрақтарымызды жерде қойып алдық. Біреусі жылады, біреусі тұңғиық ойларына батып кетті. Жаңағы соңында тұрмайықшы бір кітап оқыған секілді болдық деген нәрселерді. Яғни мақсатымыз сол болды. Мақсатымызға қарай бәлкім берді делік. Өйткені әлі де жазып жатыр, тағы да жасайсыз ба, басқа қалада жасайсыз ба деген секілді. Енді айтайын, мен өмірімде болған нәрсемен ғана айтам. Яғни ол хақ, ол дұрыс деген нәрсе емес. Өмір не көрсетіп жатыр, жетістікке жеткенімізге байланысты соның аясында ғана береміз. Сол жиналған кеште бір қыз айтып еді орта туралы. 3 несі бар еді, бар, соны қалай еді? 3 этап бар деді. Адам өзі демалып жүреді, одан кейін бір ортасын өзгерткісі келеді, немесе бір дамып бастайды. Дамып бастаған кезде міндетті түрде оның айналасындағылар оны тәкаппар көре бастайды. Өйткені жаңағы адам бұрынғы ортасымен араласпай бастайды, араласса да жаңағы олардың әңгімелері жақпай бастайды. Ол қалыпты нәрсе, ол өзгермейтін нәрсе. Алдымен өзгеретін нәрселерді басқара білу үшін өзгермейтін заңдылықтарды білуіміз керек. Бұл заңдылық. Яғни 3 этаптан тұрады. Адам бірінші сізді тәкаппар деп бастайды. Екінші сізге мән бермей бастайды. Яғни уже шаршады да. Айтамыз ғой, ит үреді, караван жүре береді деген сияқты. Үшінші сатысы жаныңызға тартыла бастайды. Сіздің жетістікке жеткеніңізді көрді ғой. Жетістікке жеткеніңізді көрді, ол да оны қалайды. Кейін жаныңызға жаймен жатыла бастайды. Осы жерде жаңағы мұсылмандығымыз көрінеді. Тәкаппар деп кезінде сізге артыңыздан жамандаған, аяғыңыздан шалған адамдарды сол кезде қабылдау керек. Өте жақын қабылдамайсыз, бірақ кешіре бересіз деген секілді. Ол да бір жаңағы қиын нәрсе. Екінші этапқа шыдап беру керек қой просто. Екінші этапқа шыдап беру керек. Үшінші этапқа точно. Ондай мендегі студенттердің өте көп. Менен жеке сабақ алатындар, жаңағы енді кішкене 1-2 студентке менторлығымыз бар. Үнемі айтатындар сол. Енді біз өзіміздің оларға идеологиямызды енгіземіз ғой. Осылай дамисыздар, осылай болады. Жалпы дамуда мынандай нәрсе бар. Аз ішу деген нәрсе бар. 5 қағида, енді 1-2-ін айтып кетейік. Аз ішеміз, аз ұйықтаймыз, аз адамдармен қарым-қатынасқа түсеміз. Аз ішу не үшін оны қолдаймыз біз, не үшін оны қолданамыз, өмірімізге енгізуіміз керек. Өйткені адам көп іше беретін болса, дінімізде де ғой, асқазандарының бір бөлігін тамаққа, бір бөлігін суға, бір бөлігін ауаға толтырыңдар деген секілді. Енді біз одан да сәл кішірейтеміз де. Өйткені адам жеген сайын ұйқысы келіп бастайды. Ал білім алатын адамның ұйқысына келуі оның қас жауы да. Екіншісі адамдармен жай ағылшынша interaction дейді, қарым-қатынасқа түсуін аз айтады. Өйткені бос уақыттың бәрі адамдармен сөйлесуге кете беретін болатын болса, уақытын дұрыс пайдаланбай жатыр деген сөз. Қазір Түркістанда көп жастар бар ғой, дамыс келетін бірақ орта жоқтар. Соның есебінен өзінің бұрынғы адамдармен араласады. Ортам жоқ деп, дамитын ортам жоқ деп. Егер дамитын орта жоқ болса, араласу міндетті емес қой, басқалармен. Соны не обязательно араласу, өзің дамытып жүре берсең де, бір күні өзі табылар деген. Өзіңді дамытып жүре беру деген, ол енді бір нәрсеге қарап ондай ой керек қой. Мен дұрыс жолда жүрмін де деген. Сол рол модел, өзіне бір рол модел қойып, соған ұмтылып, сол ортада жүре берсе бір адамдар табылады ғой дегенім ғой. Сирек жағдай, бірақ ондай бар. Біз солай таныстық қой. Сіз өзіңіз бір жеке орта едіңіз, мен өзім бір жеке орта едік. Түркияның төрінде жолықтық. Ол да бір сәйкестік деп айта алмаймыз. Біз мұсылмандардың сөздік қорында сол кезде мен өзім не істегенім, ойым көп 10-15 адам болдық қой. Сол кезде олардың маған бір әңгімесі несі бәлкім көңіліме жақпады да. Мен шетелде жүрсем де менің ойым араласу міндетті емес та. Менің басты мақсатым араласу үшін келген жоқпын. Мен ел көріп, жер көріп, не қылып. Егер де маған танысу керек болса, сол жақта бір кісімен мен онымен танысып, кейін араласармын деген ой болды.
ақыр соңында сөйтіп танысып не алдық. Бірақ араласу міндетті болмады да. Сол секілді біреулер просто жаңа араласу міндетті, араласу керек деген ой болады, бірақ неліктен екенін түсінбейді да. Неліктен екенін біліп алса, бәлкім проблема да шешілер. Иә. Енді ол кезде біздің қызығушылықтарымыз, мақсаттарымыз сәйкес келді ғой. Сіздікі де даму болды, менікі де даму болды. Сіздің маған беріңіз, менің сізге берерім болды. Алмасу болды, бірімізді қызықтырдық. Егер менің сізге берерім, немесе сізден аларым болмағанда, бәлкім сөйлеспеуші едік. Бірақ танысқанымыз да қызық қой өзі. 15 адам едік, бір кішігірім Түркияның төрінде өте бір тар кофейняға бардық. 15 адам жоғарыда отырды. Сіз өзіңіз жалпы тығыз тас трансфада қысылатыныңыз бар, төменге түсіп кеттіңіз. Мен сізді жалғыз қалдырмайын, төменге түстік. Бірақ расында басына келетін болсақ, біріміз танымайтын едік. Әйтпесе соңғы күндер еді. Иә, тек соңғы қайтатын күніміз еді. Тойда да араласпайтын едік. Сол кезде сөйлесіп білдік. Енді бұл жерде сөйлесу дегеннен шығып тұр барлығы. Иә, контактке келу. Иә, кез келген бай адам, Forbes-қа енген болсын, жетістікке жеткен деп енді табамыз ғой. Жетістік әртүрлі ұғымда, әртүрлі бір мерада болуы мүмкін. Бірақ жетістікке жеткен адамның түптің түбінде бастапқыда ең бірінші тұратын скиллы, яғни өзінің қасиеті, ол не? Interaction, яғни communication skills деп айтамыз. Адамдармен сөйлесе білу қасиеті, қабілеті. Оны soft skill деп айтсақ болады. Иә, оны soft skill деп айтсақ болады. Яғни адаммен сөйлесе білмесек, бәлкім ол кезде де бірімізбен таныспайтын едік, тәкаппарлығымыз ойланып, сіз өз жөніңізбен, мен өз жөніммен жүретін едік та. Сол нәрсені ескеруіміз керек. Яғни дамысы келетін адамдарға ескертетін нәрсеміз міндетті түрде ашылып үйреніңіздер. Егер ашылмай өз-өзіңізбен жүретін болсаңыз, бір нәрсенің бастауын білмейді, яғни танысу білмейсіздер, одан кейін сөйлесу білмейсіздер, өз қырларыңызды ашпайсыздар. Өте маңызды сөйлесе білу. Soft skill'ды барынша дамыту керек деген не. Мысалы, мен де бүгін бір досыммен сөйлестім де, ол несі болған? Ученигі, өзі айтишник. Өзінің ученигі, екеуі де бірде Каспиге тапсырған, өзі разработчик болып істейді. Ученик өтіп кетті, ол өте алмай қалды. Интервью болады, интервьюдан өте алмай қалғанда. Интервьюдағы соңында сұрайды, не үшін алмадыңыз деген секілді. Сенде soft skill дамымаған дейді. Енді интервьюдан қалай бақылап көт деген кезде, мен әзіл еткен кезде сен күлген жоқсың, мен күлген кезде сен қайталаған жоқсың, сен былай тік өттің дейді. Ол да бір жаман қасиет деп ойлаймын. Бір ортаға келген кезде бүйтіп ешкімге менсінбей қарап, бүйтіп жабылып отырып, ештеңе пайда алып кетпейсің. Лучше ашық болсаң, бірдеңе алып кетесің. Міндетті сондай. Басында бір тақырыбымыз бар еді, есіңізде ме? Орта мен білім алу жайлы айттық қой. Соны тағы да ашып кетсек болады да. Соңына дейін. Орта қандай орта? Адам ортаны білмеуі мүмкін, қай ортаға кіру керек екен да. Бірақ түптің түбінде өзіңізбен қандай мақсатыңыз қандай? Яғни бай болу болатын болса, байлардың жанына барасыз. Тіл үйрену болатын болса, тіл үйренгендердің жанына барасыз. Жалпы екі жақтан да рухани түрден де, материалдық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан дамығыңыз келетін болса, сондай қасиеттерге ие тұлғалардың жанына барасыз. Сұрайды ғой біз, кімнен ақыл тыңдасақ болады, кімнің айтқанын істесек болады деген қайталасақ болады. Сода бір өте оңай әлі, жақсы мысал айтады. Кімнің өмірін қайталаған келеді, сол адам айтатындай дейді. Бір бизнес жақтан банкротқа кірген не адамдан барып қалай ақша табу керек деп сұрамайды. Қалай сол жақтан шығып, қалай бір қазір доллар миллионері болып, өз семьясына өз уақытын бөліп, жақсы ақша тауып жүрген кісіден сол жайға сұрау керек та. Ол кісіден бір иман жайлы ол сұраудың қажеті жоқ та. Ол кісіден тек ақша жайлы сұрау керек. Мешітке барып, имамнан сондай сұрақтар сұрау керек та. Әркімнің өзінің бір несі болады да. И жай ғана соңында сол кімнің өмірін қайталаған келеді, соның өмір сүргің келе ме, ол өзі тек өзінің білгенін ғана айтады. Если білген айтқаннан кейін сен оны айтқан істесең, дәл соны істейсің да. Соның өмірін сүресің. Communication skills сол жерде келеді жаңағы сөйлесу қабілетімізде. Жанына барғаннан кейін жанына отыру жеткілікті болуы мүмкін, бірақ одан да күшті нәрсе, одан сұрай білу да. Яғни сенде қолынан келіп жатыр, маған да үйретші. Бірақ ол сізге үйретпеуі мүмкін, бетіңіз қайтып қалуы мүмкін да. Бірақ ол кезде сіздің оған пайдаңыз тию керек. Сіз олдан бірдеңке алғыңыз келіп жатыр ма, сізде бірдеңке беруіңіз керек та. Неліктен бермеуі мүмкін деген секілді. Бір саты төмен тұру керек қой білім алу үшін. Бүйтіп айтады ғой. Бірде тұрсаңдар білім ала алмайсың. Сәл бір төмен тұрсаң, саған құя алады да. Айтқыңыз келіп жатқаны жаңағы басыңдағы тәжіңді түсіру деген нәрсе ғой. Бірде тұрса саған ештеңе бере алмайды ғой. Ол сенімен тең көріп тұр ғой. Сәл бір саты төмен тұрып, тәжіңді шешіп, сұрайтынды сұрап, білмегенді білмедім деп айтты. Тәжді шешпесе де сәл қисайтып қою. Қисайтып қойсаң да пайда етпейді. Тәж деп жатқанымыз бәлкім түсінбей қалуыңыз мүмкін, тәкаппарлық та. Тәкаппарлық адамға кіргеннен бастап білім алу тоқтайды. Келсесіз ғой. Бәрін білем деген жерден тоқтайды ғой.
білем дегеннен бастап бүкіл жаңағы үйренуіңіз барлығы тоқтайды. Білмеймін деген өте жақсы нәрсе. Ана арабтар айтады ғой, ля әдри нисфул айн деген сияқты. Білмеймін деген білімнің жартысы. Енді ол шарқында, яғни түсіндірмесіне басқалай да келуі мүмкін. Жаңағы білмейтін нәрселерді білім деп айтпаңдар, ары қарай үлкен бәлекеттердің алдын ашасыңдар деген сияқты. Енді бұл жерде біз өзімізге қарай да оны түсіндірме ретінде айтсақ болады. Соңында басында тақырып ашылмай кетті. Қыздар неліктен қазіргі осылай аш болып жүргені, білімге неліктен ер адамдардың бәлкім оянбады ма, мүмкін приоритетте емес пе әлі, білім алу, даму деген секілді. Сосын адам көргенін жасайды. Енді біздегі қазір жұмыссыздық, жігіт балалардың жаңағы үлкен нәрселерге ұмтылмауы, ол нәрсені қаптап біткеннен кейін бәлкім болған шығар. Алдында екеуміз отқан кезде айтып қой, богатство деген не деп ше. Богатство это не про деньги, это про скиллы дейді. Мысалға сенде қазіргі балдардың бүкіл ойы сол дүние жинау, бай болу деген секілді ой ғой. Қыздар жаңа білім алып даму, өзін дамыту деген секілді. Оларға қатты приоритет емес, ақша табу деген. Балдарда қазір приоритет ақша табу. Бірақ ақша табу деген не да? Типа бай болу деген. Мысалы сен счетында 10 миллион тұрса, сен оны басқаратын, оны қай жерге дұрыс беру керек, қай жерден қысқарту керек, қай жерге оны көбейту үшін қай жерге салу керек деген білім болмаса, сенде скилл болмаса, ол 10 миллион бір айға жетпей жоқ болып кетеді, сен басқара алмай қаласың. Сол үшін бірінші білім алып, скилл жинап, сенің ақша таба алғандықтан сен байсың, сен ақша болғандықтан бай емессің деген ой. Алдында бір ана орыстың бизнесмен жайында айтып кеткен еді ғой, Галицкий деген. Сол нәрсені айтсақ та болатын секілді осы жерде. Адамдар, енді біз халық арасында айтады ғой, байлар неге өзінің байлықтарымен бөліспейді, неге садақаны көп жасамайды деген секілді. Мектептер салмайды дейді. Олар бай емес дейді, они не выстрадали дейді. Олар өздері ақша тауып, бір қиыншылықтардан өтіп, соны ақшаны табуға бір уверенность пайда болмайды да, мысалға. Оларда қазір бірнеше миллиард болса деген секілді. Ол қазір жаратпаса, оны қайтадан таба аламын деген бір уверенность болмайды да. Ол миллиардты біреуден келген ба сонда? Бәлкім келген, бәлкім алған. Ұрлағаны бар, бәлкім, рұқсатсыз. Рұқсатсыз алғаны бар. Яғни адам өзі терлеп тепші таппағаннан кейін ол нәрсені беруге қорқады. Неге? Өйткені өз қайтадан сол серебет дейді түріктерде, сол бір үлкен фортунаға жетеудің қорқады, жете алмаймын деп. Скиллдарына сенбейді ғой, өйткені скилл жоқ. Неге сенеді? Ал егер адам өзі терлеп тепшіп, издна дейміз ғой, яғни түптен өзінің жаңағы лашығынан шығып, бүкіл қиындықтарды көріп, официант болып өмір бойы кір жуып, посуда жуып, СО-да жұмыс істеп, яғни бүкіл нәрсені көретін болса, яғни қазір ол тақырыпқа кіреткенбіз ғой, бір жақсы тақырыптың беті ашылып тұр. Солай кіретін болса, солай нөлден бастап тұрған болатын болса, ол оны қайтадан жасай алатынына сенеді. Яғни миллиардын жоғалып кететін болса, хотя сахабамыз бар еді ғой. Абылай Кенжалы ұстазымыздың кітабында жазып кеткен, ана өте мықты, өте ең бай сахабалардың арасында болған. Бірнеше мың динар дейді, ол жердегі динар, миллион динарлар қазіргімен Форбстың бірінде тұрғаннан кейін 10 есе, 100 есе байлығы бар екен. Ол кісі айтады деген 4-5 мәрте бүкіл дүние мүлкін Алла жолында деп айтады, беріп жіберген садақа ретінде. Одан кейін айтады екен, дейді, маған тек қана базарға жол көрсетіңдер. Базарға жол көрсетіп, мен ол жерден қайтадан миллионер болып шығамын деген секілді. Бұл да скиллсқа келеді ғой, жаңағы өзіміздің қабілетке. Адам қай кезде өзіне сенімді болады? Өзінің қабілеттеріне сенімді болған кезде, өзінің продуктына, яғни өзінің ұсынатын өніміне сенімді болған кезде, өзіне бірдеңке білген кезде сенімді болады. Адам неге қабілеті болмаса, ұсынар болмаса, берері болмаса, сенімсіздік содан туады. Оның бір скиллдарын шегелетіп көреді, іс жүзінде работает, келесі жолы сенімді болады, что он работает. А если не работает, то дамыту керек та, или басқа бір сала кету керек. Осы дамуда өте маңызды нәрсе. Мінекей. Ана тәкаппарлықты айттық, бағанағы нәрселеріміз бар, ұйқы, аңыз ұйқы, аз сөйлеу, өйткені сөйлей берген сайын адамның қадірі кетеді. Ортадағы қадірі кетеді деген секілді. Адам аз сөйлеген сайын сөйлегеннің сөздерінің ауырлығы артады. Аз ұйқысы деген секілді. Және де ең басты мәселелердің бірі адам қашан дамиды. Өзін тек қана қиыншылыққа таққан кезде. Тек қана қиыншылыққа шыққан кезде. Өйткені адам білмейді ғой, комфортты өмір сүріп жүр, өзінің қабілеттерінің ішінде не жасырып жатқанын білмейді адам.
ана адам мүсінші келіп бір үлкен тастан мүсін жасайды ғой, өте әдемі, жаңағы неше түрлі бейнелері бар, қиылыстары бар, бұрыштары бар мүсіндер жасайды. Қалай жасайды? Тастарды ұру арқылы жасайды. Мына көзіне түспей жаңағы қай жерде қисық болса, сол жерде ұрады деген нәрсе бар ғой. Яғни адам сол мүсінші секілді да, қай жерін ұратын қиыншылықпен өз-өзін ұрады, сол жердегі мүсіндері өзінің қабілеттері шығады. Как раз осы Түркістанға келгендегі мақсатым да сол еді ғой. Мен Түркиядан келдім, одан кейін маған бірден Қазақстаннан, министерстводан адамдар хабарласып конференцияға шақырған болатын. Конференция бұл кардиологтардың бүкіл әлемдік кардиологиялық конференциясы үлкен конгресс холлда өтті, ең үлкен залында 2 күн болған болатын. Бұл жердегі менен талап етілген нәрсе сол конгресс жүргізеді. Ойлаңызшы, менде ондай қабілет жоқ, мен бірде болсын 100 адамдық конгрессті жиынды басқарып көрмеген адам. Олардан менен оларға керегі не еді? Менің тіл қабілетім, адамдармен сөйлесу қабілетім, ең бастысы этикам. Осы нәрсе менен болғаннан кейін, және де менің бұрынғы орындардағы жұмыс істеу қабілетімнің жоғары, отзывтарының жақсы болғаннан кейін мені басқа адамдар ол жаққа жаңағы ұсынған екен. Сөйтіп министерстводан хабарласты, келдім. Енді дайындалғанымды көрсеңіз, енді қобалжығанымды көрсеңіз, ана сахна басталайын деп жатыр, сахнаға шығуым керек, бүкіл қонақтар келіп жатыр, әлемнің Швейцариядан, Италиядан, Ресейдің ең үздік кардиологтары, Белоруссияның, Азербайжан, Түркияның ең үздік кардиологтары келіп отыр. Конгресс холл көрген болар, тола, бір ине шаншитын жер жоқ. Телевидение келді, министерство здравоохранениенің министрі келді, одан кейін Түркістан облысының әкімі келді деген секілді. Сол кездегі нәрсе, енді жеңдіріс адам ойлайды, бұл сен қалай басқарасың деген сияқты. Менде ондай қабілет жоқ, мен басқарып көрмегем. Бірақ маған адамдар сеніп отыр. Ереке, сен біреуге ақыл айтқан кезде, қиындыққа жүр деген кезде өте бәледейсің, яғни мықтысың. Самокритичность қой бұл жерде менде жоғары. Өз-өзімді қамшыладым, біреуге айтқанда мықтысың, ал өзің көр. Жағдайың келді, дәлелдей деген секілді. Сөйтіп конгресстің алдында шығатын кезде, мынау үлкен сценаның жанында дірілдегенді көрсеңіз, Нұреке, ешкім жоқ, хабарласып жатыр. Қазір 10 секундта шығуың керек, телевидение қосылып жатыр, телевидение келді, камера қосылады, шығуың керек, бастауың керек дейді. Сахнаға шығып қалам, зал тола, 1000-нан астам адам отыр. Ең алғашқы сезінген сезім, ондай сезімді оған дейін сезім көрмегем 23 жасыма дейін. Аузымның құрғағанын көрсеңіз, Нұреке. Аузымның құрғағаны, ана бір тамшы су жоқ, ерінің бір-біріне жабысып қалып жатыр. Бірақ енді телевидение қарап тұр, халық қарап тұр, сеніп тұрған адамдарым бар, сөз келмесін деп алып шықтық. Енді қазір қарасам, адам сенгісіз нәрсе жасаған секілді көрінеді. Бірақ қазір кез келген бір жиындарды басқаруда сөзсіз басқара беретін жағдайға жеттік та. Қиыншылықты өттің, өзіңнің қай дәрежеге жете алатынын көрдің, одан кейін әсер жеңіл келеді. Қазір жеңілдікте өмір сүрсек, ертең өмірің қиын болады. Қазір өмірің қиын болса, ертең жеңіл болады деген нәрсе ғой. Бәғда усри юсра. Сол секілді. Жаңағыдай комфортный зона айттық қой. Комфортный зонадан шығу керек деп ше. Соны комфортный зонадан шығу емес, комфортный зону расширять дейді. Бәлкім сондай емес па? Мысалға, сіз бір рет басқардыңыз ғой. Келесі жолы, екінші, үшінші басқарып сізде сондай нелер бола ма? Страх дегендер. Меніңше болмайды, анадан кейін болмайды. Комфорт зонадан шыққан жоқсыз, әшейін расширять еттіңіз ғой. Иә, бірақ шықпағанында расширять ете алмайды едім да. Соны бір шығасыз, уже келесі жолын кеңейтесіз. Диапазон өзгере береді, қосыла береді. Монтаж мәселесі ғой, бәке бүйтіп тұрамыз. Сол үшін жаңағыдай шетелге шыққан кезде, не алған кезде де баста міндетті түрінде қорқу сезімі, сенімсіздік сезімі болады ғой. Ол олсыз болмайды да. Егер ол сезімдер болмаса, демек сен әлі комфортный зонадан шықпадың деген сөз да. Комфортный зонадан шығу дегенде сол да. Сол сезімдердің сенде болса, демек сен сол комфортный зонадан шығып жатсың деген сөз. Демек сенде уже рост пайда болып жатыр деген сөз да. Уже келесі жолы мысалы бір шетелге шығып көрген адам басына шыққан кезде білмейді қай жерге бару керек, кімнен сұрау керек, қорқыныш болады, өзіне сенімсіздік болады. Бірақ үшінші төртінші шыққан кезде ондай сезімдер болмайды да. Неліктен? Просто комфортный зонаны расширить да. Өсе береді. Уже да опыт пайда болады. Уже организмде тыныш, өзі де тыныш. Неліктен қорқыныш сезім пайда болды? Өйткені белгісіздікке баратыр. Қайда баратыр, неліктен деген секілді. Кітап оқисыз ба, Нұреке? Ара-сара. Қандай кітап оқып жатсыз қазір? Қазір Дональд Трамп «Искусство сделки» деген кітап оқып жатыр.
Не үшін керек бұл кітап сізге? Не үшін бұл кітапты таңдадыңыз? Қазір енді soft skill не дегендер айтып жатыр ғой, олардың барлығын сол шетелде жүріп бір нелермен адамдармен сөйлесіп былай дамытып жатыр да өзіміз практика жүзінде. Ал енді hard skill бар ғой, жаңағыдай қалай кіммен қалай сөйлесу керек, қандай точный сделкалар істеу керек, қалай сезу керек ол моменттерді, оны кімнен білесің. Сондай істің маманынан да сол деңгейге жеткен адам. Сол енді сол кісінің істерін қайталау үшін опыттарын. Яғни ол кісі қазір бір елдің президенті, президент болу жолында, президент болса да адамнан адам емес деген сөз, одан бір үйренеріміз бар. Иә, ол кісі миллиардер, неше рет банкрот болды, ол кісі мысалы банкрот болды, Дональд Трамп. Неше миллиардын жоқ қылды, нөлге кетті, бірақ қайтта миллиард істеп алды. Оларды просто ода неліктен деген секілді. Жігер қайраты бар. Скилл бар ма? Бірдеңкесі бар деген сөз. Соны үйренбекшісіз. Марғұлан Сейсенбай да мысалға миллиардер, миллиардын алып қойды, бәрін ершіп, қайттан миллион істеп алды да, 100 миллион, 200 миллион істеп алды. Мысалы, неліктен? Просто скилл бар да. Яғни сенімді өздеріне. Бірдеңкесі бар болып тұр ғой. Жақсы. Ана hard skill, soft skill деп айтып жатырық қой. Бұны кішкене тағы ашықтайтын болсақ, кішігірім кеңейтетін болсақ, адам өмірінде екі нәрсесін дамытады. Өзі профессионалдық навыктарын деп айтамыз ғой. Яғни ол сіздің болғыңыз келетін таңдаған мамандығыңыздағы навыктарыңыз, қасиеттеріңіз, қабілеттеріңіз. Мысалы, медицина таңдап жатсыз ба? Сол аядағы қабілеттеріңізді. Көп нәрсе. Екінші момент ол рухани қабілеттер. Өйткені адамда рухани қабілет деген не? Ол көркем мінезділік, этика. Бұл нәрсе болмаса, біріншісінің пайдасы жоқ. Бірақ екіншісі болса, еш жерде қалмаймыз. Өйткені айтамыз ғой, адамда этика болмайтын болса, көркем мінезділік болмайтын болса, қай жерде өзін қалай ұстау керектігін білмейтін болса, сөйлесу қабілеті, қай жерде қалай отыру керек деген қарапайым өзінің қабілеттері болмайтын болса, ешкіммен еш жерге басы сыйыспайды. Адам аса бір қабілетті, аса бай, аса бір талантты болмаса да, көркем мінезді болса, оны өмір ренжітпейді. Жаңа біз айттық қой, ортаға қалай не қою керек деген. Олардың барлығы былай дүниеви әңгіме болса, ортаға қалай кіру дегенді исламда да айтады ғой. Сен бір дүниеңмен емес, мансабыңмен емес, тек мінезіңмен сыйысасың. Мінез деген көркем мінез, былай не тілде айтсақ, этика да просто. Біреуге сөз бердің ба, оны істе. Біреудің ала жібін аттама, біреудің дүниесіне кірме деген секілді. Артық әңгіме айтпа, көңіліне тиетін сөздер айтпа деген секілді. Сондай моменттер ұстасаңыздар. Мен де тәкаппарланып кетті. Ұстасаңыздар. Жай ғана не ғой? Сол этиканы ұстайсың, скиллдарын дамытасың. Жай ғана уақыттың әңгімесі да. Уақыттың еншісінде сен қашан жарып шығасың деген секілді. Өйткені сен этикаң мен сенің істерің сен үшін сөйлейді. Сен барып біреулердің алдында мен андай істеп жүрмін деген әңгіме уже. Этика, қарапайым этикаға мысалы келтіретін болсақ. Мәселен, қазір кафеде отырмыз, мейрамханада отырамыз. Сөйтіп 4 адам отырды делік. 4 досымызбен келдік. Тамақ ішіп болды, әңгімемізді айттық. Тұрайын деп жатқан кезде 3 адам ақшасы бар, 4 адам ұмытып кеткен болады. Ештеңе әбестігі жоқ бастапқыда. Одан кейін 4-ші тұрады, 3-ші бір досына төлей сал, ертең саған ақшаны жіберіп жіберемін дейді. 4-еуі тұрады, хорошо дейді, төлейді. Бірақ 1 апта өтеді, 2 апта өтеді, жаңағы 4-ші жігіт қарапайым көрінеді, енді дос қой деген секілді. Бірақ 4-ші дос 3-ші досына жаңағы ақшасын жібермейді. Былай қарап тұрсақ, болмашы нәрсе, достықты құртпау, осыған бола құртыла ма дейді. Бірақ бұл жерде этика бұзылды да. Этика бұзылғаннан кейін 3-ші дос 4-ші доспен бір іс бастауы, одан кейін оны қайтып ортаға шақыруы қиындап кетеді. Бұл шындық. Мысалға тек бір кісімен іс бастайтын кезде оны танитындардан сұрайды, сұрастырады. Сол кезде, сол сұраған кезде жай ғана бермеген 5000 теңгең сен бір 5 миллиондық бір нелерден жобаңды, жұмысыңды жауып тастайды ғой. Сол үшін жаңағындай абыройға жұмыс істе деп біз айтады ғой. Неңді жоғалтсаң да абыройыңды жоғалтпа. Неңді жоғалтсаң да, өйткені абыройды қайтарып алу өте қиын. Ақшаңды жоғалт, банкрот бол, бірақ абыройыңды жоғалтпа. Яғни уходи красиво деген сияқты ғой. Этика ғой, сол этика. Мысалы біздің де көп таныстарымыз, сіз білетін, мен білетін, этика бұзу арқасында көп еден айырылды ғой мысалға. Сделкалардан, бір моменттерден, жобалардан, абыройдан, одан кейінгі келесі іс бастағысы келетін болса, кәсіп ашқысы келетін болса. Сіз мысалы сол кісілермен контактировать еттіңіз, бәрі біледі, сізден келіп сұрайды. Сіз мысалға ол кісіге қиянат жасамау үшін сіз қалай бар солай айтасыз. Сол кезде ол кісі соны естіп жұмыс істемеуі мүмкін деген секілді. Яғни ол
одан кейінгі ашатын кәсіптерінде уже аяғынан шалады ғой. Иә. Өйткені артынан еріп жатқан сыбыстар, отзывтар нашарлау. Андай ғой, просто сложный проценті дейді. Бір кішкентай ғана зат айттың 2-3 мың теңге жіберем деп істемедің. Болмашы нәрсе ғой, досым ғой деп. Бірақ ол нәрсе басында бүйтіп үлкейе берді. Бір күні уже компанияда бірнеше миллион зеркаларды жай ғана жаба саласың, бүйте саласың деген секілді. Үлкен суммалар кетіп қалады да ол. Сондықтан қазірден бастап олардың басын кесе берді деген секілді. Жаңағыда айтып кеттік, көркем мінез дедік и білім дедік. Осыдан өзіме жеке бір мысал бере кетсем өмірімде болған нәрсе. Алғаш Түркістанға оқуға түскен кезімізде үлкен ағамыз бар. Мен өзім отбасында үшеуміз. Үлкен ағамыз, ортаншы ағамыз екеумізге ағалығын өте жоғары деңгейде жасап келе жатыр. Сол кезде менің өмірімді өзгерткен, өміріме мақсат ретіп қойған бір сөздер айтқан болатын. Оқуға жіберерден алдым. Ол кісі өте аз сөйлейді, сөйлегені бір маңызды деген сөз. Ауыр сөздер. Таразыда сөздер ауыр тартады. Яғни айтқым келгені, Алматыдан Түркістанға шығарып салып жатқан кезде көлікпен кетіп бара жатырмыз. Алдыда жүргізуші орында отыр, мен артта жаңағы артқы орында отырмын. Бір қарасам, тіке кетіп бара жатырмыз. И жолдың ортасы тоқтайды да. Бүйтіп артына қарап, інім дейді. Бірдеңке болды дедім. Өйткені айтпайды, олай жасамайтын көбінесе. Олай айтады. И саған ештеңе айтпаймын. Өмір сені үйретеді. Бірақ мына екі нәрседе жұмыс істе дейді. Біріншісі білім, екіншісі көркем мінезің. Білім ал, көркем мінезіңмен жұмыс істе, осы екі нәрсең сенде үздік болатын болса, сені ешкім ешқашан тоқтата алмайды. Міндетті түрде бір жетістікке жетесің деген секілді. Көркем мінезіңмен жұмыс істейсің, біліміңмен жұмыс істейсің. Басында сұрақ қойып кеттіңіз ғой. Ешқандай ортасы жоқ. Яғни нөлден бастап жатқан жігіттерге айтарымыз осы да. Университетке жаңадан түседі. Университеттің жатақхананың бір системасы болады, жүрістері болады, кім басқарады, кім мықты, кім ұстайды деген нәрселер болады да. Сол кезде мен ағамның ақылының арқасын ұтқаным сол еді, бұл нәрсенің өткінші екенін білдім. Қазір де көп жатырмыз ғой. Бізден үлкендеріміз, бізден кішілеріміз сол нәрсеге алданып қалады да, бірақ уақыт өткен сайын оның алдамшы екенін, уақытша екенін жаңағы өлем күйем сен үшін соңына дейін тұрып берем деген достарының кішкене жарты жолда қалдырып жатқан. Енді бұл өмір үйретеді, кеш түсінеді. Соны айтарымыз да сол, егер сондай бір жас жігіттер, інілеріміз, қарындастарымыз болып жатқан болса, тек қана осы екеуіне жұмыс істесінші. Енді басқа ештеңе қарамасын, осы екеуіне жұмыс істейтін болса, өмір оларды ренжітпейді. Өмір ренжітпейді. Білім, мен Түркияға мысалы не үшін кеттім? Қазақстанның білімі аздық етті. Емтихандарымыз тест жаттайтын едік. Мен тест ешқашан жаттамайтын, өйткені білім деген ол тест емес. Білім деген тест деген бір сатыдан екінші сатыға өтуге береді. Бірақ мен оны білімді болсам өтетінді білем. Тест жаттайтын уақытта экзаменде де менің курстастарым басқа адамдар тест жаттап отырады. Бірақ мен оның орнына сол кетірген уақытымды бір кітапты бастан аяғына дейін оқып шығаруды жөн көретін. Және де міндетті түрде жоғары балл алмасам да ол емтиханнан қиналмай өтетінмін. Және де оқығаным арқасында тағы да бір сыпырақ қайталап аламын. Кейін де ол маған пайдасын береді. Яғни көздегеніңіз білім болса, расымен де білім болса, жасап жатқан ісіңізде үздігіңіз болғыңыз келетін болса, өте маңызды нәрсе үздік. Адам бір нәрседе үздік ретінде жасаймын, ең кемеліне жеткен түрде жасаймын, қолымнан келгенше жасаймын деп мақсат қоймайтын болса, ол істі бастамаған жөн. Менің ұстанатыным болса. Бастадың ба, ең үздік кемеліне жеткізіп жаса, бастамадың ба, мүлдем бастама, олай жасаймасаң. Сондықтан айтады ғой, тілесеңдер, ұлы нәрсені тілеңдер. Ұлы нәрсені тілеген кезде қалай айтамыз? Мысалы, айға жетем емес, жұлдызға жетем деп тілеңдер. Жұлдызға жетпесеңдер, артқа қарайсыңдар, ай тұрады. Түйе сұрасаң, бие береді деген секілді. Айтқым келгенде сол. Өте маңызды. Екінші көркем мінезіңіз болмаса, ешбір жерге сия алмайсыз. Яғни бұл көркем мінез тек қана бұл дүниеге емес, ар жаққа да дайындалғанымыз ғой. Тәкаппарлықтың ішіне де осы кіріп кетеді. Ар жақта оны дамытамайсыз дейсіз ғой. Дамытамайсыз, өкінішке қарай. Осы жақты дамыта алу керексіз. Енді біз мұсылманбыз ғой. Біз басқа дін өкілі емеспіз, біз дінсіз емеспіз, біз сенбейді емеспіз. Біз алғашқы орында тұратынымыз ол бізде сеніміміз. Дүнияви нәрселерді бағаннан бері айтып жатырмыз, бірақ алғашқы орында сеніміміз тұратын болса, дүнияви нәрсеміз smoothly дейді ағылшындарда, өте гладко кетеді былай. Аңғамай жаққандай, бұзауы басыңнан жалағандай деген секілді. Сол нәрсені ескеруіміз керек. Біз өкінішке орай мына
70, 50, 60, 80 жылға алданып қаламыз да. Мына жақ шексіздік. Осы шексіздікті ойласақ, мына жағымыз бізде өте жақсы болмақ. Енді айту өте жеңіл деп ойларсыздар, бірақ болмасаң да ұқсап бақ. Әрдайым бір орында тұрмау, әрдайым бір нәрсеге ұмтылу. Шалыспасамыз, қателік жібереміз, жеңіліп қаламыз, бірақ қайтадан тұру. Юхиббу тәубабин дейді ғой, яғни тәубе етушілерді жақсы көреді. Бір рет тәубе етуші емес, бірнеше рет тәубе етушілер деген сияқты жарайды. Дін мәселелеріне кірмей қойық, дін мәселесіне біз кіре алмаймыз, кіруге құқығымыз да жоқ. Діни білімді алған ұстаздарымыз өздері айта жатар. Біз өзіміздің тәжірибемізге қарай айтамыз. Бізде мына жерде көрермендеріміз бар, кішігірім сұрақтары бар секілді. Қандай сұрағыңыз бар еді? Жаңа айтып кеткен сұрақтар ой талқылар бар. Өзіміз айтып кетсек. Екі сұрақ жастан. Жаңағы айтып кеттіңіз өзіңіз, сондай үлкен жиындар басқарып, конференцияларда үлкен қорқыныш туындады, бірақ үлкен қорқыныш жеңе білдім. Бұл қорқыныш мен үшін қазір қорқыныш емес деген сияқты. Өзіңіздің сөзіңіз бар ғой, бізді өлтірмеген нәрсе бізді қаһарман етеді. Бізді өлтірмеген нәрсе қаһарман етеді. Сөзді жақсы айтамыз да. Бұл негіз менің сөзім емес, бұл Ницшенің, Фридрих Ницшенің сөзі. Өзі қолданатын сөзім. Жақсы. Айтатындар көп, істейтіндер аз, сөйлейтіндер көп, істейтіндер аз. Осы тұрғыдан шыға алмай жүрген адамдарға не айтасыз? Осы толқында кетіп бара жатқан. Барлығын біледі, бірақ бұл толқында білем деген. Ал екіншісі, осы көркем мінезді айтып отыр ғой. Көркем мінез деген осы не, жалпы соны түсіндірсек кейін, олармен қалай жұмыс істейміз деген. Көркем мінез туралы айту үшін адам өзі көркем мінезді болу керек. Біз көркем мінездіге жатқызбасақ та, бірақ болмасаң да ұқсап бақтың артындамыз. Енді білгеніміз бойынша айтайық, санатымыз бойынша үлкендерімізден ізгілердің кітаптарын оқи келе, ғұламалардың жалпы оларға ұқсағымыз келетіні бойынша айтайық, олардың айтуын. Яғни мынандай нәрсе. Біреуде жұмысымыз болмау керек. Біреуде жұмысымыз болмау керек. Яғни ғайбат деген өте жаман нәрсе. Оның жүгін арқалап қоямыз құрдан босқа. Бір адамның артынан сөз сөйлеуіміз бізді irreversible дейді, қайтымсыз бір апаттарға алып барады. Айтып кеткеніміздей, біз мұсылман болғаннан кейін тек қана бұл нәрсені емес, ар жақта да ойлаймыз. Өте бір хадисіміз бар ғой. Сол бірдің осы нәрседен тосатын ең жеткілікті бір ғана хадис бар. Ол қандай хадис? Сендердің айтатын балағаттарың, ғайбаттарың біреудің артынан айтатын болсаң, бетіне де айтсаңыз да, ол ертең ар жаққа барған кезде сіздің хақыңызда, яғни ол жайлы айтылған нәрсенің бәрін хақысы ретінде алады. Егер сіз жақсы амалдарыңыз болса, жақсы амалдарын өздеріне алады. Жақсы амалдарыңыз қалмаса, өзінің жаман амалдарын сізге артады. Өйткені сіз оның артынан ғайбат айтып қойдыңыз. Ғайбатқа өте абай болу керек. Яғни өзгелерде жұмысымыз болмайды. Көркем мінездің ішіне осы кіріп кетеді. Ғайбаттан тыйылсаңыз, сіздің мінезіңізді көркемете береді. Біреудің кем-кетіктерін, күнәларын жасыра білсеңіз, сіздің күнәларыңызды жасырады, сіздің кем-кетіктеріңізді бетін әдемілеп жауып қояды. Бұл өмірімде кездесіп жатқан нәрсе. Айтамыз ғана бір дұғамыз бар, үнемі айтатын, өзіміз қолданыста, әрбір отырыста, әрбір дұғада қосатын бір керемет нәрсе. Қазақшасы мындай, яғни біреудің ойлағаннан мені жақсырақ ет. Олар мен туралы жаман ойласа, олардың ойын өзгерт деген сияқты. Сол нәрсеге, яғни осы негізі дұғаның ішіне біраз нәрсе қамтылып кеткен. Соны ұстаныңыз. Көркем мінез барлардан сұраған дұрыс секілді бізге қойылғаны кішкене ыңғайсыз екен. Бір кітап оқып қалған кезде осы көркем мінез жайлы бір нәрсе айтып кеткен да. Пайғамбарымыз келген нәрсені істеген кезде дейді, сондай бір көркем түрде. Тек анағына бүге шүгесіне істейді. Кемеліне жеткізіп. Көркем түрде істейді. Оны біреу, мысалы үшін, ана біреу көріп тұрды деп істеп тұрған жоқ. Ол өз жүрегінен, Құдай көріп тұрды деп істеп жатқан екен. Ол көркем түрде істеген кейін, сол көркемдіктер бойына сіңіре білді дейді. Кеше де осы туралы айтып кеткен бір оқырмандармен кездесуде, студенттермен, жалпы өзіміздің кіші қарындастармен кездескен сұрақ қойған болатын. Мен бір жақсылық жасаймын дейді, бірақ жақсылықтың маған рахмет айтпайды, маған қайтармайды дейді. Бұл нәрсе көркем мінезге жатпайды. Бір нәрсе жасадыңыз ба, оны ұмыту керек. Қалай ұмытасыз? Яғни
қарымтасын күтсеңіз, ол Алла разылығы үшін жасалмады деген сөз. Қарымтасын күтпесеңіз, Алла разылығы үшін жасады деген сөз. Сұрақтар қояды ғой. Алла разылығы үшін жасадық па, жасамадық па, соны қалай білеміз деген, осыдан білеміз. Бұл да көркемімізге жатады. Мысал ретінде бере берсек көп. Мысалы, адаммен қарапайым түрде отырған кезде бет-бетімізге, жүз-жүзге қарай отырып, бір-бірімізді толықтай. Пайғамбарымыздан келеді ғой, біз өзімізде ештеңе қоспаймыз, бұның бәрі жазылып кеткен. Бұлай қарамаймыз, яғни адам шақыратын болса, бір бетімізбен бұрылып қарамаймыз, толықтай денемізден бұрылып қараймыз. Біреудің сөйлеп жатқан кезде толықтай тыңдаймыз, сөзін бөлмейміз деген секілді. Сол нәрсе майда нәрселерді жасай келе үлкен нәрселерге жол ашады. Тура солай қарама-қарсы майда күнәларды жасай келе үлкен күнәларға жол ашады. Яғни жасайтынымыз, жақсылық жасайтын болсақ, майда деп менсінбей кетпейік. Майданың бәрін жасайық, өйткені ол үлкен нәрселерге жол ашады. Күнә жасайтын болсақ, майда деп күнә жасай бермейік, өйткені ол тағы да үлкен күнәларға жол ашады. Яғни жүрекке бір дақ түссе, тат басады, тат ол жайылады ғой. Сол секілді тат түскеннен кейін оның бетін алу өте қиын болып қалады. Кейін майда күнәларға уже жүрегіміз тебіренбей, жаңа хушуқ деген сезім бар араб тілінде. Жүректің тебіренетін, Алланы еске алған кезде жылап жететін сезімдер болады, содан айырылып қаламыз. Ал біздің ұмтылғанымыз сол ғой. Сол нәрселер бар. Бірінші сұрақ. Қандай сұрақ еді? Бірінші сұрақ. Қандай еді бірінші сұрақ? Білетіндер көп, істейтіндер рас. Сондайлар. Көп сөйлеп, аз істейтін адамдарға не айтасыз? Онда бізге емес ау деп қоямын. Көп сөйлейтініміз де бар, бір-екі істейтініміз де бар. Бірақ тағы да сол болмасаң да ұқсап бар. Аз сөйлеп, аз істесеңіздер дұрыс негізі. Көп сөйлеп, аз сөйлеп. Миды үйретіп қояды жаман нәрсе деген. Аз сөйлеп, басқа нәрсе. жаңағы тоқшық дейтін бе еді, біздің нақты сөздеріміз бар еді ғой. Яғни жасай беріңіз, бүрсігүні бір жерге келеді. Бірақ айтпа жатқанымыздай пландарыңызды айтпаған жөн, жоспарларыңызды айтпаған жөн. Сол кезде ол аз сөйлеген болып шығады. Одан кейін нәтижесін айтқан кезде көп істеген болып шығады да. Сол бір нәрсеге мысал келтіре аламыз. Және күллі жасаған нәрсемізде ниет маңызды. Күллі нәрседе ниет маңызды. Ниетіңіз қабыл болып кететін болса, ол істе береке бар. Яғни ниет деген не? Мысалы біз бір кішігірім кітап жаздық қой. Осы жақында кішігірім кітаптарымызды жазған болатынбыз. 2 авторлық кітабымыз кішігірім. Бірақ ол кітаптардың оқырмандардың жүрегіне жеткен екен. Қайдан білеміз? Өйткені өте пайдалы нәрселерді алдық деп жатыр. Өте үлкен бір ұзын сонар бір пікірлер жазып жатыр. Өміріміз өзгеріп жатыр. Осылай ортада өзгертіп бастадық деген сияқты. Енді мен ол кітап жазатын кездегі ниетім де сол еді. Ниетіме қарай бәлкім берді ме деп те ойлаймын. Ниетіміз жазып жатқан кезде мынандай болды да, мысалы. Мына бір сөз жазсам, әдеби сөз жаздым, менің көркем түрде сөйлей алады екен, сөз қорым мол екен деген ниет болып кіріп кетуі мүмкін. Ол нәрсе не? Ол өзі ішіңде нәпсіңдегі сөздерді, жаңа қатейкаларыңды жабу. Яғни Алла разылығы үшін болмай жатыр, біреудің вниманиесі үшін, біреудің ілтипаты үшін жасалып жатқан нәрсе. Сол кезде оны сөзді өшіріп тастаймын да, мен бөле әдеби емес, күнделікті қолданып жүрген екі ауыз сөзді жаңағы қолданып жүрген сөздерді жазуға тырыстым. Оңай тілде. Иә, оңай тілде. Яғни өзімнің нәпсіме, өзімнің қалауыма қарама-қарсы нәрсені жасадым. Келесі мынандай мысал келтіріп кетсек болды, енді мен өзімнің айтпайын. Имам Науави деген кісі болған, үлкен ғұлама исламда. Ол кісінің Хадисул Арбаин деген кітабы бар, 40 хадис жинағы. 40 хадис жинағы деген өте кішкентай ғана кітап. Бұл хадис жалпы білеміз ғой, кітабы Ситт деген үлкен кітап жиынтығы бар. Ең жаңағы танымал 6 хадис кітабы. Ол хадис кітабында 10 мыңнан астам жалпы хадис бар. Хадис дегеніміз не? Түсіндіріп кетейік, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жасаған және де дұрыс тапқан істері бізге дейін жеткен. Ол сахих болуы мүмкін, сахих дегеніміз дұрыс немесе дұрыс емес. Енді бұл 6 кітап өте сенімді кітап деп келеді, және өзіміздің білетін имам Муслим, имам Бухари деген секілді. Сол кітаптың ішінен 40 хадис жинақтаған. Және ең қызығы не деп ойлайсыз? Ең алғашқы хадис қандай деп ойлайсыз? Ең алғашқы хадис ашқан кезде күллу амалу бин-нийя деп келеді. Күллі амал ниетке байланысты. Бәлкім сол кісінің сол кітап жазғандағы ниетін қабыл еткеннен бастап, ары қарай кітабының осы қанша ғасыр болды, бүкіл ең жалпы үздік оқу орындарында, Әл-Асқар болсын, біздің Қазақстандағы бетке тұтар Нұр Мүбарак университетінде болсын, оқылу керек кітаптардың ішінде. Обязательно оқылу керек. Бірақ басқа да
кітаптарымыз бар. Кітапханаға кіріп қалған кезде, кітаптарды түртіп қалған кезімізде үгітіліп түседі. Том кітаптар жатыр, ашылмай жатыр. Бәлкім не? Енді іштеріндегі ниетін білмейміз, Алласымен арасында қарым-қатынасты білмейміз, бірақ бәлкім ниеттің қабыл болмағаннан шығар. Ал мына кішкентай кітап соншалықты оқылып келе жатқаны бәлкім ниеттің қабыл болғаннан шығар. Сондықтан түсінетіміз, ниетті бәлкім дұрыстауымыз керек шығар күллі амалды бастағанда. Жаңа айтатын кезде дейсіз ғой, көп сөйлеп аз істейтін адамдарға кеңес ғой. Соны айтқым келді. Мынау жиындарды жасап жатырмыз қой, мысалы. Кешегі жиындарды жасап жатырмыз. Не үшін жасап жатырмыз? Адамдар ортасы жоқ. Адамдардың сырласатын адамы жоқ. Адамдардың жинайтын азығы жоқ. Алатын бір ресурстары болмағаннан кейін осындай жиындарды жасап жатырмыз. Кітапты жазудағы ниетіміз де сол еді. Біреудің пазлына жетпейтін пазл болу, жетпей жатқан бір детальдарын толтыру деген нәрсе еді. Енді кітап жайлы айтатын болсақ, өте маңызды нәрсе. Кітап, адам екі жағдайда кітапты оқымайды. Қай екі жағдайда? Біреусі маңыздылығын түсінбеген. Екіншісі жаңа жалпы қызық деп таппаған. Маңыздылығын түсінбеу деген не? Маңыздылығын түсінбеу деген қалай айтсақ болады? Керек емес адамға. Яғни, мысалы, бұл айтайықшы, маңыздылығын түсінбек деген, енді деңгейі жетпейік деп айтайық. Деңгейі жетпейді деген 17 жастағы бала менеджментке ақша басқару деген кітаптарды ашса, 3 сатты бірден жабады. Ол маңыздылығын түсінбеген, әлі дәреже жетпеген деген сөз. Екіншісі, ол әлі маңыздылығын түсінбеді деген, яғни қалай айтсақ болады. Маңыздылығын түсінбеді әлі. Не үшін оқитынын білмейді. Практичность жоқ дейсіз ғой. Оқиды, өмірде қолданылмайды, неліктен оқиын деген секілді. Бірақ кез келген кітап босқа кетті деген сөз емес. Біз жалпы деңгейі төмен кітаптарды оқи келе биік кітаптарға жетеміз. Яғни оқылған кейбір кез келген кітап, кез келген жиын босқа кетпейді ешқашанда. Ол кейінгі біздің кездесетін үлкен, қиын, ауыр мағыналы кітаптарды ашқан кезде біздің пазлымыз болады. Яғни бұл әңгімеде, екеуміздің арамызда айтылып жатқан кішігірім әңгімеде, сол басқа жерден естіп алған, жетпей жүрген детальдарына деталь болу үшін айтылып жатыр ғой. Адамдардың жетпей жүрген рухани аштықтарын толтыру, білімдерін, білмей жүрген ақпараттарын орын басу. Яғни бұлардың барлығы жаңа ақпарат, бұларды егер адамдар қолданатын болса, ол білімге айналады. Меніңше осы жеткілікті бүгінге, кішігірім біраз нәрсенің басын шалдық, тереңдемедік, қатты, бірақ егер ұнап жатса айтарсыздар, міндетті түрде кері байланысты қалдырыңыздар, өйткені біз бір дубльмен жаздық қой. Жасаймыз да, жасамаймыз да содан. Оқырмандарға пайдасы тиді ма, тимеді ме сол. Бір ғана дубльмен жасадық, ешқандай дайындықсыз, ішімізден шыққаны бойынша. Егер ертең үлкен көрермендер көріп жатса, ілтипаттарына бөлініп жатса, пайдасын асып жатса, сұрақтарыңызды қойыңыздар, бәлкім басқа қонақтарды шақырармыз, басқа бір терең тақырыптарға кірерміз. Үлкен рахмет Нұреке сізге.